немесе бүгінгі күнге деген жолдық лебізімізді білдірейік. Шығамыз. Бастай қой. Ал Айген бастауы. Мен саған сәттілік тілеймін. Лиза, мен саған қуаныш тілеймін. Мен саған сәттілік тілеймін. Айша, мен саған қуаныш тілеймін. Саша, мен саған қуаныш тілеймін. Мен Шагат, Таймон и Нина. Мен саған қуаныш тілеймін. Мен саған қуаныш тілеймін. Мен саған көше келемін. Мен келемін. Мен саған Мен саған қуаныш тілеймін. Мен саған қуаныш тілеймін. Мен саған қуаныш тілеймін. Ал балалар, орнымызға отырамыз. Балалар, өткен сабақта біз сіздермен, яғни сабақта аулау, қармақ сөздерін өткен болатынбыз, иә? Яғни мәтін туралы қандай жаңа сөздерді естідіңіздер. Осы тақырыпқа байланысты үйде 91-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындап келу керек болған. Яғни суреттерді сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыру. Бірінші сөйлем. Арайын оқи қой. Әлібек пен атасы өзенге барады. Жақсы, Әлібек пен атасы қайда барады? Өзенге барады. Тамаша, отыра қой. Келесі сөйлемді кім оқиды? Айша оқи қой. Олар өзеннен балық аулайды. Жақсы, олар өзеннен не аулайды? Балық аулайды. Балық аулайды. Жақсы. Ал балалар, балыққа, яғни балықты немен аулайды? Арайлым? Қармақпен. Қармақпен. Жарайсың, Арайлым, жарайсың. Енді келесі, Әлібек пен атасы қайда барады? Айша? Әлібек пен атасы өзенге барады. Тамаша, жақсы. Келесі сұрағымыз, балық өзеннен неге кеткісі келеді? Кім айтады, неге кеткісі келеді балық өзеннен? Арайлым? Өзеннің суы лас. Ол лас суы ішпейді. Жақсы, тамаша жауабы, тамаша. Ендеше олай болатын болса, балалар, сіздер сұраққа жауап бердіңіздер. Яғни, өте тамаша бала жауаптарыңыз. Келесі кез келген нәрсені қолға түсіру үшін қандай әрекет жасаймыз, балалар? Мысалы, келесі мына слайдыңызға назар аударайықшы, балалар. Сұрақтарға жауап берейік. Кез келген нәрсені біз алу үшін, мысалы, аулау үшін қандай құрал керек бізге? Қандай әрекет жасаймыз, балалар? Алар айылым айта қой. Аулау, қармақ. Қармақ керек, жақсы. Яғни бірінші сөзіміз біздің неше әріптен тұрады? Әріп нешеу? 5 әріптен тұрады. Тамаша, Георгий дұрыс айтады. Яғни қандай? Аулау. Тамаша. Ендеше бірінші біздің сөзіміз, балалар, аулау екен. Екінші сөзіміз қандай? Қармақ. Жақсы. Аулау мен қармақ. Тамаша. Қармақ. Яғни А мен, яғни Қ әрпі, жақсы. Келесі, балалар. Ендеше, бүгінгі біздің балалар жаңағы сабағымыздың тақырыбы бізде, балалар. Біз балықты аулау үшін қайда барамыз? Өзенге барамыз. Жазғы демалыста сіздер өзенге, яғни неге барасыздар? Не істейсіздер сіздер? Балық аулаймыз. Балық аулайсыңдар, яғни жайға барасыңдар. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, балалар, жайда. Бүгінгі күн дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазып,
сабақтың тақырыбын жазып қойып. Жағажайда. Тамаша. Бүгінгі сабағымыздың біз жағажайда сабақ мақсатымен таныстырып өтейін. Мәтіннің мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар. Қандай, қай, қашан, қайда құрастыру және оған жауап беру. Сабақтың жаңа сөздері: пляж, жағажай, глубокий, терең, плаваю, жүземін, родник, бұлақ, вылей, разлей, ток. Сөздің дәптерін ашып, жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Открыли слова в тетради, запишем новые слова. Слова в тетради. Ал балалар, сөздің дәптерін жабамыз, бері қарай қараймыз. Бірге менімен бірге мына жаңа сөздерді қайталаймыз. Жағажай, жағажай, пляж, терең, глубокий, жүземін, плаваю, бұлақ, родник, ток, вылей, разлей. Тамаша. Ал Қанеке, соңғы салмақты орнымыздан қайталап өтші. Повторяем слова. Второй. Встань и повтори. Жағажай, пляж, терен глубокий, жүземін, плаваю, бұлақ, родник, ток, вылей, разлей. Жақсы. Шакир. Жағажай, пляж, терен глубокий, жүземін, плаваю, бұлақ, родник, ток, вылей, разлей. Айлин. Жағажай, пляж, терен глубокий, жүземін, плаваю, бұлақ, родник, ток, вылей, разлей. Тамаша, жарай жақсы. Балалар, жаңа сөздерді үйде оқып, жаттап, есімізде сақтаймыз. Вы должны запомнить, как пишутся новые слова. То есть зрительно вы должны запомнить. Жағажай, терең, жүземін, бұлақ, ток. Сөздер. Жақсы, тамаша. Келесі балалар. Оқулықтың бірінші тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Үлгіге қарап, сөздерге сөз тіркесін құрастыр дейді. Бұлақ. Бұлақтың суы қандай балалар? Бұлақтың суы қандай? Чистый қалай болады? Таза. Қандай? Тұщы. Қандай тағы да? Вкусный қалай болады? Тәтті. Нетті. Төк дейді. Төк. Суды төк деді. Келесі. Суретте нені байқадың балалар? Өзімна суретте көргендерімізді сөздерге тізбекте айтамыз. Не көріп тұрмыз суретте? Балалар? Қайда? Жағажай. Тамаша.
жатыр. Ендеше олай болатын болса, бүгінгі біздің яғни сөздеріміз бізде балалар теңіз жағажай екен. Балалар, дәптерді ашып жазамыз. Балалар теңіз жағажай. Осы үш сөзбен балалар сіздер өз ойларыңызды жеткізулеріңіз керек. Қанекей, кім айтады маған? Сөйлем бойынша көргендерін сөздермен тізбектеп айтамыз. Арайлым. Теңізде су. Балалар не істеп жатыр? Шомылып жатыр. Жатыр. Тамаша. Теңізде балалар шомылып жатыр. Келесі, енді біз жағажай дедік. Балалар, мына жерге назар аударыңыздаршы. Қараңыздар, мына жағажайда балалар аз ба, көп пе? Көп. Яғни қалай болады? Жағажайда балалар көп. Тамаша. Арайлым, шықта тақтаға жаза ғой. Жағажайда балалар көп. Жағажайда балалар көп. Жағажайда балалар көп. Балалар көп. Тамаша, отыра ғой, жарайсың. Енді келесі балалар. Бізде балалар сөзін алдық, біз теңіз жағажайды алдық. Теңіздің суы қандай? Кім айтады? Айша, теңіздің суы тұщы. Немесе теңіздің суы глубокий, қалай болады? Терең. Айша, шықта тақтағымыз. Теңіздің суы терең. Теңіздің суы терең. Теңіздің суы терең. Енді оқи қойшы, Айша, оқи қой сөйлемді. Теңіздің, асықпа. Теңіздің суы терең. Енді жақсы балалар, жақсы Айша, теңіздің суы терең екен. Келесі, ендеше балалар жағажайда жүр. Жағажайда балалар көп. Теңіздің суы терең. Сурет бойынша біз өз ойымызды, көргенімізді сөзбен тізбектеп айттық. Жеткізе білдік. Тамаша. Келесі балалар. Адамдар суретте, яғни содан кейін жалған бізде да жүр дейді. Бұл жерде суретті пайдаланып, сөйлемді толықтырамыз. Айлин. Адамдар жағажайда жүр. Тамаша, шықта жаза ғой. Бұл сөйлемді тақтаға жазамыз. Адамдар жағажайда жүр. Жағажайда жүр. Тамаша, отыра ғой, жарайсың. Келесі. Арайлым. Дауыс естілді. Тамаша, жаза ғой, тез жылдам жазамыз. Алыстан дауыс естілді. Дауыс естілді.
естілді. Иә, тамаша, жарайсың, өте жақсы. Шакит. Мына жерде бұлақ бауды айталады. Жаза ғой. Жаза ғой. Сақтамашқа ғой жаза ғой. Мына жерде, Шакит айтады, мына жерде бұлақ бар деп айғайлады. Мына жерде бар деп айқайлады. Бар деп айқайлады. Айқайлады. Айқайлады, иә. Жақсы. Тамаша, жарайсың, Шакит. Келесі бізде қандай сөйлем? Бұлақ суы. Бұлақтың бізде шығады, али шығады. Бұлақтың суы салқын. Тамаша, жаза ғой. Бұлақтың суы салқын. Бұлақтың, жаза ғой, мына жерден бастап жаза ғой. Бұлақтың суы салқын. Бұлақтың суы салқын. Суы салқын. Салқын. Али маған айта қойшы, бұлақтың суы қандай? Қандай бұлақтың суы? Иә, тамаша, салқын, жарайсың, Али. Отыра ғой орныңа. Енді келесі бізде соңғы сөйлем. Вероника шыға ғой. Вероника, Лиза шыға ғой, Лиза. Бұлақтың суы төкті. Суын төкті, жаза ғой. Бұлақтың суын төкті. Жарайсың, отыра ғой, Вероника, Лиза. Енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқылым дедім. Қазір біз оқимыз, балалар, сіздермен. Екінші оқулықтың бетін ашамыз. Екінші тапсырма, 92-ші бет. 92-ші беттегі екінші тапсырма. Енді балалар, қазір оқимыз. Мен жағажайға барамын. Я иду на пляж. Жағажайда бала көп. На пляже много детей. Өзеннің суы тұщы. То есть на пляже өзен тұщы қалай болады? Я вода реки пресная. Отыра ғой, тамаша, жарайсың. Сондықтан алысқа бармаймын. Там глубоко. Жағажайда шөлдеймін. Әжем сусын қайнатып береді. Енді не дедім, жағажайда шөлдеймін. На пляже
очень жарко. Ажим сусын қайнатып береді. Бабушка? Да. Бабушка кипятит воду для того, чтобы прятать яйца. Молодец, Потому жарайсың. что взять холодную. Тамаша. Енді балалар, мынандай сұраққа жауап беріңіздер. Әлібек қайда барады? Айша? Барады. Тамаша, отырамыз, жарайсың. Өзеннің суы қандай? Арайлы? Өзеннің суы тұщы. Тамаша. Өте жақсы. Ендеше олай болса, балалар, сіздер де өзенге барасыздар, иә? Өзенге барғанда шөтейсіздер, балық аулайсыздар. Су ішуге бола ма? Болмайды. Неге? Өйткені салқын тиіп қалады, иә? Тамағымыз ауырады, салқын тиеді. Сол себептен де суық су ішуге болмайды дейміз, иә? Одан кейін біз тағы да не істеуге болмайды бізге? Өзенді ластауға болмайды. Өткен тақырыптарда біз өткен болатынбыз сіздерден. Сосын тағы да не істеуге болмайды? Сусыз айттық қой, сусыз яғни өмір жоқ деді. Су бұл өмірдің нәрі деді. Сол себептен де біз бүгін жағажайда тақырыбында, яғни айтып жатырмыз. Біз не дедік? Мен жақсы жүземін дедік да, өзеннің суы тұщы дедік, өзен терең, сол себептен де мен алысқа жүзе алмаймын дедік. Тамаша. Енді бала олай болса, қазір сіздерге оқуымнан келді тапсырма. Назар аударайық. 5-ші тапсырма 93-ші бет. Мәтін мазмұны бойынша диалог құрыңдар. Қазір мен сіздерге мынандай карточка таратамын, балалар. Осы карточка бойынша сіздер, яғни диалог құрастырасыздар. Кімге берем мен қазір бұл тапсырманы? Тапсырманы кәнекей бізде мына жерде отырған қыздар, Әстеги отыр, Вероника отыр. Осы карточка бойынша, яғни диалог құрастырамыз. Келесі, мына жерде бізде отыр. Тағы да кім отыр? Кімге отырған балалар, мына жерде бізде Саша отыр, Ярослав отыр. Яғни біз мынау диалогты құрастырамыз. Дәптерге құрастырамыз. Поближе садись. Заработаем, вот составляем диалог. Келесі бізде карточкамен жұмыс жасайды. Тағы да кім? Георгий мен Настя. Дәптерге, тетрадь открыть, составляем диалог. Балалар, кім жағажайға барды? Жауабын жазамыз, иә? Жағажайға Әлібек барды. Жағажайда кімдер бар? Жағажайда много детей ходят. Көп балалар бар. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Әлібек неге алысқа бармайды? Өзеннің суы терең. Терең, тамаша. Жарайсың, Арайлым. Әлібек сусынды қайдан алды? Ажасы қайдан берді? Тамаша. Кәнеки балалар диалогты құрастыра қойыңыздар. Ал келесі балаларға мен. Келесі балалар. Мынандай тапсырма беремін. Бізде мына жерде отыр неке. Яғни тапсырма. Орындай қоямыз кәнеки. Орындай қоямыз тапсырманы. Али бізде диалог құрған отыр екен. Настя бізде, Георгий бізде диалог құрастырып жатыр жарай. Ал Настя бізде мынау тапсырманы орындайды қазір. Диалог составляем, да? Так, бізде тапсырманы орындай қойды. Жақсы. Кәнеки. Тапсырманы орындай қой. Саша, составляем диалог. Пожалуйста.
Әне балалар, қазір кім диалогты құрып болады? Қолымызды көтереміз, жауап береміз. Жарай ма? Арайлым, дайынсыз ба? Оқи ғой. Тамаша. Кім жағажайға барады? Жағажайға Әлібек барады. Жағажайға кімдер бар? Жағажайда көп балалар бар. Өзінің суы қандай? Өзінің суы тұщы. Әлібек неге алысқа бармайды? Өзінің суы терең. Әлібек сусында қандай? Қайдан алады? Әжесі қайда береді? Тамаша. Так, келесі Арайлым Айша оқи ғой. Арайлым, кім жағажайға барады? Жағажайға Әлібек барады. Арайлым, жағажайда кімдер бар? Жағажайға балалар барды. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Әлібек неге алысқа бармайды? Өзеннің суы терең. Әлібек сусынды қайдан алады? Әжесі қайтып береді. Тамаша, Айшаның жұмысын балалар. Қалай бағалаймыз? Қалай бағалаймыз? Өте жақсы деп бағалаймыз. Келісеміз ба жауаппен? Келіссек қабылдаймыз жауапты. Жарайсың, Айша. Келесі тағы тыңдайын. Георгий дайынбыз ба? Жұмыс жасап жатырмын дейді әлі. Тағы да тыңдайын керек. Ал енді маған оқи ғой. Оқи қойшы маған Шакир. Әлібек қайда барды? Тұра ғой орнына. Орнына айта бастай. Әлібек? Жағажайға барды, е? Жақсы, екінші вопрос. Оқи ғой екінші сұрақ. Ол? Яғни екінші балалар Әлібек жағажайға барды деді. Жағажайда кімдер бар? Жағажайда жоқ. Балалар бар, е? Балалар не істеп жүр? Балалар жағажайда не істеп жүр олар? Жүзеді дейді. Отыра ғой, жарайсың. Жарайсың, отыра ғой. Тамаша. Балалар, қазір қаламдарымызды орнына қойайық, сергіту сәтін жасап алайық, е? Орнымыздан тұрамыз. Ставить с места, недель без минут сделать. С места. Балалар, көтереміз оң қолды, көрсетеміз оң аяқ. Көтереміз сол қолды, көрсетеміз сол аяқ. Оң аяқ, оң қол, сол аяқ, сол қол, бәрі де бізге беріледі оң аяқ, е? Жақсы. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық, ұшып алайық, орнымызға қонайық. Отырыңызға. Жұмысымызды жалғастырамыз. Келесі тапсырма кімге дайын? Лиза оқи ғой. Барды. Тамаша, жарайсың. Келесі екіншісін оқи ғой. Жағажайда кімдер бар? Әлібек қайда барды? Жағажайға барды. Жағажайда кімдер бар? Кімдер бар? Балалар бар. Жақсы, жақсы. Келесі бізде оқиды Ярослав. Яғни балалар қайда шомылып жүр? Қайда шомылып жүр? Ярослав. Я? Өзен? Өзенде шомылып жүр дейді. Жақсы. Келесі тағы да кімнің тапсырмасы дайын? Кім оқиды? Айстегив. Оқи ғой, читайын.
әжесі қайнатып береді, иә? Өзеннің суы қандай? Өзеннің тұщы. Отыра ғой, жарайсың, жақсы. Келесі, тағы кімге қандай тапсырма беріп едім? Али, қандай тапсырманы оқымақшысың? Диалог құрдық па? Оқы ғой диалогты. Кім жағажайға барды? Әлібек жағажайға барды. Жағажайда кімдер бар? Балалар бар. Өзеннің суы қандай? Өзеннің? Тұщы. Отыра ғой, жарайды, жақсы. Келесі. Маған оқиды. Қанеккен. Салмады оқи ғой. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы? Тұщы. Я. Яғни жағажайдың суы қандай? Жағажайда балалар жатыр. Бала суы қандай? Терең. Жақсы. Жақсы терең екен. Ал Георгий айта қойшы маған. Сен айта қойшы маған. Балықты біз не істейміз? Балық аулайды. Аулаймыз, иә? Иә. Қармаққа не түседі? Қармаққа балық түседі. Қармаққа балық түседі дейді. Балық балалар ең соңында не деп айтады? Алып кетші дейді, иә? Я, неге алып кетші дейді балалар? Кім айтады? Өйткені көлдің, яғни өзеннің немесе суы лас балалар. Тамаша, жарайсыңдар. Ал өзеннің суын ластайтын кімдер? Кім ластайды өзеннің суын? Я? Адамдар ластайды, иә? Тамаша, отыра ғой, адамдар ластайды. Ал балалар, адамдар суды ластамау үшін, яғни біз не істеуіміз керек? Жоқ, біз не істеуіміз керек, балалар? Су режимеу үшін адамдарға біз не істеуіміз керек? Ластамауымыз керек. Солай ма? Жақсы. Ал балалар, күнде біз сабақта сіздермен қайталаймыз. Жіптік жалғауы, не? Жіптік жалғауы, жіптік жалғауының 3 жағы бар. Қазір біз сіздермен балалар. Яғни оқулықтың 4-ші тапсырмасы, тиісті қосымшаларды жазамыз. Қазір тақтаға шығарды маған Вероника. Шыға ғой. Доске, пожалуйста. Тақтаға шығып, маған сөздерді, яғни сөзді исполняем. Жігітті жалға жіктейміз. Мен жүземін. 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 Мен жүземін жазамын. Мен жүземін. Я. Екіншісі қалай? Дұрыс. Молодец, жарайсың. Жарайсың. Екіншісі қандай? Жаза ғой, екіншісі. Сен. Екінші жағында қалай болады окончание? Жүзесің, я. Жүзесің, дұрыс. Я. Я. Спай кімге қалай болады? Сіз? Жүзесіз. Сіз, я. Сіз жүзесіз екен. Сіз жүзесіз. Жүзесіз. Я. Ол жүзеді. Ол жүзеді. Жүзеді. Отыра ғой. Жақсы отыра ғой. Отыра ғой. Тамаша. Келесі кім шығады? Шыға ғой, Айли. Көпше түрі во множественном числе біз шөлдейміз. Біз шөлдей, біз, мысалы, дальше өзі жаза ғой. Шөлдей, біз. Е? Е, жаза ғой. Ал сіздер кім орындап болды? Кім оқиды әлі? 4-ші тапсырманы кім орындап болды?
Тамаша. Тамаша. Отыра ғой, жарайсың. Келесі. Бар ма тағы? Кім оқиды? Енді қара. Сендер шөлдейсіңдер. Окончание қайсысы болады? Жалғауымыз қайда? Тамаша, жарайсың. Шөлдей. Өте жақсы. Шөлдейді. Ал біз қалдырып қойдық мына жерде сыпайы түрі. Сіздер шөлдейсіздер, е? Сіздер шөлдейсіздер, қалдырып қойдық. Сіздер шөлдейсіздер, мына жерде жаза қойдық. Сіздер шөлдейсіздер, сыпайы түрі көпше түрінде, е? Сіздер болады. Айша. Мен жүземін, сен жүзесің. Сіз жүзесіз, ол жүзеді. Біз шөлдейміз. Сендер шөлдейсіңдер. Сіздер шөлдейсіздер. Олар шөлдейді. Тамаша. Отыра ғой. Кәнеке бізде орындады Айлин. Жақсы. Яғни балалар жекеше түрі, көпше түрі, е? Біз күнде сабақта сіздермен қайталаймыз. Енді маған айтыңыздаршы, мына сұраққа жауап беріңіздер. Іс-қимыл болашақта болатын білдіреді бізде қандай шақ етістікті? Болатын жағдайды білдіреді. Будущего времени дұрыс келер шақ. Мысалы, осы шақта қалай болады? Мен, мысалы, балы істеп отырмын, аула дұрыс отырмын болады, е? Ал егерде біз келер шақта болатын болса, будущее, біз балықты есейміз, ертең аулаймыз, дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Ал енді балы өткен шақта қалай болады? Кеше мен аулатын болады, е? Балық аулатын болады. Тамаша. Енді ем болмаса, біз кеше балық аулатын болады. Өткен шақ. Жақсы. Жетістікті шақтарын да қайталап өттік сіздермен. Енді балалар, қазір назар аударыңыздар. Қорытынды бөліміне сіздерге үшінші тапсырма 93-ші бет. Ал қанеке, оқимыз. Жауабы дұрыс болса, бір-бірімізді бағалаймыз. Айша, бастай ғой. Оқи ғой. Әлібек жағажайға барды. Әлібек жағажайға барды. Балалар жағажайға жүр. Ол жақсы жүзеді. Өзімен суы іші. Жағажай терең. Жағажай терең. Тамаша. Ал кәнеке арайлы. Әлібек жағажайға барады. Балалар жағажайда жүр. Ол жақсы жүзеді. Өзінің суы іші. Жағажай терең. Жағажай терең. Тамаша. Келесі тағы кім оқиды? Али, оқи ғой. Үшінші тапсырма. 93-ші бет. Әлібек. Жағажайға барады. Сосын. Балалар балалар жағажайда жүр. Ол жақсы жүзеді. Ол жақсы жүзеді. Өзеннің суы қандай? тұщы. Жағажай терең. Жағажай терең. Жақсы. Келесі. Кім оқиды тағы да? Ал оқи ғой тағы да. Шакет оқи ғой. Үшінші тапсырманы кәнеке. Қорытынды бөлімді біз қорытындылап өтейік. Әлібек қайда барды? Жағажайға барды. Келесі. Жағажайда кімдер жүр? Балалар жүр. Яғни жағажайда не істейді олар? Балалар жүзеді. Келесі оқиды маған. Мына жерде үндемей отырған бізде балалар бар. Оқи ғой кәнеке. Яғни жағажайға барды Әлібек, е? Жағажайға барды дедік. Оқи ғой. Әлібек қайда барды? Жағажайға барды. Жағажайда кімдер жүр? Балалар. Балалар жүр. Өзеннің суы қандай?
өзеннің суы тұщы. Жағажай қандай? Жағажай? Глубокий, как будет? Глубокий? Терең. Жағажай терең екен. Тамаша, жақсы. Енді балалар, тағы да бір рет қайталап өтейік. Мен жүземін. Қора. Сен жүзесің. Сіз жүзесіз. Ол жүзеді. Көкше түрінде біз жүлдейміз. Сендер жүлдейсіңдер. Сіздер жүлдейсіздер. Олар жүлдейді. Жақсы. Үйде балалар, яғни қосымшаларды тағы да қайталап келеміз. Жақсы ма? Енді жаңағырақ біз айтты, дұрыс нұсқасы балалар, әлібек қайда барады дедік? Жағалауға ма әлде жағажайға ма? Қайда барады? Жағажайға барады. Яғни жағажайда кімдер жүр? Балалар жағажайда жүр. Яғни балалар енді не істейді? Жүзеді. Өзеннің суы қандай? Тұщы. Жағажай қандай? Терең. Балалар, ендеше келесі балалар сіздерге мынандай тапсырма. Қазір оқулықтың 93-ші беті есте сақтағаныңызға қарайық. Мен жағажайға барамын. Су тұщы, терең. Әжем сусын қайнатады. Сусын дәмді. Қазір маған оқиды. Айша. Мен жағажайға барамын. Су тұщы, терең. Әжем сусын қайнатады. Сусын дәмді. Өте жақсы, тамаша. Қазір балалар, күнделікті ашамыз. Үйге тапсырма жазамыз. 5-ші тапсырма 93-ші бет. Үйге яғни жазамыз. 5-ші тапсырма 93-ші бет демесі. 5-ші тапсырма 93-ші бет. Бұл тапсырмада не істеу керек балалар? Яғни мәтіннің мазмұны бойынша диалог құрастырып келуіміз керек. Кімнің қандай сұрағы бар? Сұрақ жоқ па? Вопрос есть? Балалар, бері қараймыз. Бүгінгі сабақта жақсы жауап берген оқушыларға Айша, Арайлы, Вероника, Лиза, Айлин, Али, Шахид деген оқушыларымызға мен өте жақсы деген баға қоямын. Ал енді келесі орташа жауап берген балалар бұл жерде, отыр мына жерде Георгий, одан кейінгі келесі бізде Астигик, мінекей отыр, мысалы кім Ярослав, оларға мен яғни жақсы деген баға қоямын. Қазір сабағымыз түсінікті болса, балалар, мына бағдаршамның 3 түсімен бүгінгі сабағымызды бағалайық. Кім қалай түсінді? Бізде сіздердің алдарыңызда қызыл, жасыл, сары түстер жатыр. Осы 3 түстің қайсысын сіздер бүгінгі сабаққа қабылдаймыз? Қанеке көрсете қойыңыздар. Сіздер барлықтарыңыз жасыл түсті қабылдаңыздар, иә? Барлығы кеше түсінікті болды ма? Түсінікті ма сабағымыз? Иә. Түсінікті, иә? Ендеше балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.